Сәлем қыздар. Енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Вакуум видеосын түсіндірдім, сіздерге көрсеттім, қалай жасау керек, не үшін арналған ол жаттығу. Бірақ 90% адамдардың сұрағы комментарийде ол вакуум жаттығуын жасауға, бәріне жасауға бола ма? Неліктен осындай противопоказаниялары көп? Сонда көп адамға жасауға болмай ма? Өйткені ол аурулар, ол противопоказаниялар почти барлық әйелдерде бар ғой деп айтып жатыр екенсіздер. Сол сұраққа жауап берейін. Бұл видеоны түсірген кезде, сол вакуум видеосын, мен әрине бұл сұрақты жан-жақты қарастырдым. Мен басында просто вакуумды қалай жасау керектігін көрсеткім келді. Бұл қандай жаттығу, қалай жасайтын әдісін көрсеткім келді. Бірақ противопоказанияны айтпай кетпесе болмайды. Өйткені бұл үлкен жауапкершілік. Ертең мысалы мен айтпай кетсем бір нәрсені, что мысалы спиралі бар әйелдерге немесе месячный кезінде жасауға болмайтынын айтпай кетсем, көп әйелдер, қыздар соны солай месячный кезінде жасап, сосын іштері ауырып, бір жерлері ауырып қалатын еді, көрдіңіздер ме? Бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан мен максимально көп противопоказанияларды іздедім, барлығын рет-ретмен жаңағы жазып сіздерге айтып бердім. Яғни жаңа щитовидка дедім, давление дедім. На самом деле сіздерге енді уже айтуға болатын шығар. На самом деле, самый основной противопоказаниялары вот сол, жаңа спираль кезінде жасауға болмайды. Если жаңа действительно миома, там киста, вот сондай серьезный гинекологический проблемалар болса, сосын операция жасалғанына, любой бір операция ішке жасалған, аз уақыт өтсе, онда жасауға болмайды. Кем дегенде 6 ай өту керек. 6 ай, мысалы 1 жыл сұрап жатсыздар, 5 жыл бұрын менде операция болған, бола ма жасауға, онда болады. Өйткені уже сізде бәрі жазылды, бәрі жақсы. Если қалған басқа сұрақтарыңыз болмаса денсаулықтан, онда жасауға болады. Но мен өзім дәрігер емеспін, сондықтан мен нақты сіздерге осы нәрседе бола ма, болмай ма деп жауап бере алмаймын. Өйткені кейбір әйелдер сұрап жатыр, менің маткамды алып тастаған, немесе трубамды алып тастаған, маған бола ма жасауға дейді. Мен ондай сұрақтарға жауап бере алмаймын. Оны сіз дәрігерге барып сұрайсыз. Егер сізде бір особенный бір нәрсеңіз болса, егер сомневаться етсеңіз. Но самое основное противопоказание в том, что именно ол ішке жасалатын жаттығу болғандықтан, мынау біздің ішімізге қатысты аурулар, сосын дыханияға қатысты ауруларыңыз болса, онда жасауға болмайды. И то врачқа барып сұрайсыз, мүмкін болатын шығар. И еще, допустим, сіз мысалы күмәнданып тұрсыз, бола ма жасауға, болмай ма, жасасам ба екен деп. Егер ойланып тұрсаңыз, онда бір рет жаттығу жасап көріңіз, жаңағы дыханияны задерживать етіп, кәдімгі жасап көріңіз. Егер ешқай жеріңіз ауырмаса, өзіңіздің жауапкершілігіңізге, на свой страх и риск дейді ғой, онда жасап көріңіз, жасай беріңіз. Но менің кеңесім дәрігерден сұраңыз, потому что менде рождение мышц кезінде мысалы пресс категорически жасалмайды, онда вообще физическая нагрузка аз болу керек ше. Ол жаңа босанғаннан кейінгі последствиялардың бірі көп, ең көп тараған. Ол мысалы точно сол сияқты вакуум жаттығуында да сондай ограничениялар бар. Сондықтан самостоятельно оқып зерттеңіздер, енді бұл сіздердің жеке ответственностьтарыңыз. Мен просто как блогер ретінде сондай видео түсіріп тұрғандықтан мен міндетті болдым сондай противопоказаниялардың бәрін алдын ала сіздерге айтып қоюға. А негізінде өздеріңіз қарайсыздар, жаңағы состоянияларыңызға қарап жасайсыздар. Негізі бір жағынан мен қуаныштымын, что сіздер сондай көп сұрақ қойғандарыңызға. Мен ойлаған жоқпын, что сондай именно сол жағынан сұрақ көп болатын, потому что мен оны видеоны түсірмес бұрын орысша видеолар қарап шықтым, қаншама жаңа вакуум жайлы, и комментарийларды оқып шықтым. И олардың қателіктері көбінесе жаңағы видео, жаңағы вакуумды қалай жасайтын суретте противопоказание туралы вообще айтпайды екен. И оларды керісінше комментарийді бәрі сұрайды. Ой, когда у вас спираль нельзя же делать, во время месячных нельзя, а вот это нельзя деп ше айтып атады. И адамдардың өздері жазып атады да, и сондай сұрақты көп жазады кәдімгідей. А менің видеомда наоборот, адамдар ой, неге противопоказание көп деп, наоборот, бір жағынан мен қуаныштым, что мен алдын ала сөйтіп жазған, потому что мен уайымдаймын, ертең біреудің іші ауырып қалса, или бұл үлкен жауапкершілік, в общем. Сондықтан дәрігерден сұраңыз, солай қорықпай жасаңыз. И еще тағы бір сұрақтың бірі, осы жаттығу жаңағы үлкен әйелдерде немесе 3-4 бала туған әйелдерде неше түрлі жаңағы последствиялар болады, ауруларымыз бар деген сияқты, или спиральмен жүреді көп әйелдер. Біз қалай жасаймыз, бізге сондай жасай алмаймыз ба деген сұраққа
енді жастар ғана жасайды ғой, жас қыздар и так арық болады деп. Жоқ, на самом деле бір бала туғаннан кейін де, екі бала туғаннан кейін де әйелдердің көбісінде іш қалып жатады, ол өзімен өзі кетіп қалмайды ғой, жұмыс жасау керек, ішті кетіру керек. И қазіргі заманда действительно ол кәдімгі мода болып кеткен, именно примерно менің возрастымдағы қыздарға мода болып кеткен. Сөйтіп блогерлердің арқасында тарап, сөйтіп интернет арқылы тарап жатыр да. Просто именно қазір интернет дамыған болып тұр да. И сондықтан получается так, что біз сияқты жастар жасап жатыр. Но мен инстаграмда блогер білем, 4-5 бала туып, осы жаттығуды жасап, жақсы ішін кетіріп алған әйелдерді білем. Так что ол қатты ограничение емес. Вот. Сосын тағы не айтайын деп едім мен. Дәрігерге барсаңыз, сұрасаңыз, бүйтіп айтасыз. Бұл не? Йоганың жаттығу деп айтсаңыз болады, жаңағы дыханиемен связанный, онда задерживать нужно дыхание, ішке тарту керек, былай солай ішке тартып ұстап тұру керек, сондай жаттығу, немесе бодифлекс жаттығу деп айтсаңыз, солай сұрасаңыз, нақты сонда сізге айту керек. Міндетті түрде кеңесіп отырыңыз. Сосын неліктен мен қазір сондай видеолар арықтау жайлы түсірмей кеттім, себебі мен өзім қазір вакуум жаттығуын жасауын қойдым. Мен өзім жасадым, басында күшті нәтиже көрдім, сосын менде азая берді, и уже қазір жасауға болмайды, себебі қазір мен жүктімін, аяғым ауыр, уже жасауға болмайды, уже 2 ай, 3 ай болды уже срок. Сондықтан өкінішке орай бала туғаннан кейін жалғастырамыз арықтауды, ішті кетіруді де. Вот сол кезден ағыз жұмыс басталады. Көреміз 2 бала туғаннан кейін ішім қандай болатын. И мен үшін де кәдімгі сұрақ, ертең мысалы болашақта спираль қолданатын болсам, қалай жасаймын деп. Сонымен ойлап тұрмын, ішті кетіріп алғаннан кейін, может быть, қолданатын шығармын деген сияқты болады. Уже сондай сұрақ туындап жатыр. Сондықтан егер сұрақтарыңызға жауап берсем, қуанам, комментарий жазыңыздар, тоже жауап беруге тырысамын. Білетін сұраққа мен жауап жазамын міндетті түрде, білмесем өкінішке орай жазбаймын. Сол каналыма тіркеліңіздер, если жаңадан көріп тұрсаңыздар, и вакуум жаттығуын жасау туралы видео көріңіздер. Бұл 2-ші видео. Сол 1-ші видеоны көріңіздер, басқа да видеоларын көріңіздер. Енді мен арықтау жайлы видеолар түсірмеймін. Мен қазір каналым бағыты өзгереді. Более мамский темалар болады, жүктілік жайлы болады, скоро түсірем видео. Шығарам уже видеоларды, соларды қарап отырсаңыздар болады. Все, барлықтарыңызға рахмет.